Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз бекіту. Бірінші есепте берілген есептерді баған түрінде шығарып, шыққан мәндерін суретімен орналастырамыз. Бізде жауабында Алакөл сөзі шықты. Екінші есепте мәтінді есепті шығарамыз. Әйелдер 126, ер адамдар 115, ал балалар белгісіз, 4 есе артық. Барлығы қанша адам екен табуымыз керек. Шешуінде ең алдымен 126, яғни әйелдердің санына біз қосамыз 115-ті, ол ер адамдардың саны. Ал енді балалардың санын табу үшін, оны жазу үшін 115-ті 4-ке көбейтеміз. Сонда барлық қанша адам екен табылады. Үшінші есепте баған түрінде шығарып, дұрыстығын тексереміз. Төртінші есептің астында теплоходпен 330 адам, желкенді қайықпен белгісіз, бірақ теплоходтан қарағанда 2 есе кем адам отырғаны белгілі болды, ал барлығы белгісіз. Сонда біз 330-ға, яғни теплоходқа отырған адамдар санын қосамыз 330 бөлінген 2-ге. 330-ды 2-ге бөлгенде 165, сол 165-ке 330-ды қосамыз, сонда 495 адам. А есебінде, осы төртінші есептің А есебінде берілген мәтінді есепке кересеп құрастыру керек. Сол кересеп құрастырған кезде бізде 3 амал қолдануымыз керек. Теплоходпен 330 адам кетеді, ал желкенді қайықпен белгісіз бұл теплоходтан қарағанда 2 есе артық. Осы теплоходқа да желкенді қайыққа да отырмаған адамдар қанша қалды, ал барлығы бізде 550. Яғни теплоход, желкенді қайық, соның барлығы, қалғандардың адамдардың барлық саны 550. Қанша адам қалғанын табуымыз үшін ең бірінші берілген барлық адамдар санынан азайтамыз. 330 теплоходқа мінген адамдар қосылған 330 бөлінген 2. Біз бұл жерде 330 бөлінген 2 дегенде біз бөлу амалын қолданып тұр. Себебі бізде 2 есе артық деген алдында бұл сөзі тұр. Бұл сөзі тұрғанда біз кері амал қолданамыз. Яғни көбейту болғанда бөлуні қолданамыз. Яғни есе артық болса есе кем болса есе артық деген сияқты кері амалдар қолданамыз. Сонда бізде жауабында 35 адам қалған екен. Бесінші есепте берілген есептерді баған түрінде шығарып, олардың дұрыстығын тексеру керек. Алтыншы есептің астында мәтінді есепті шығару керек. Бізде 6-тан 1 бөлігі 14 метр екені белгілі, ал көлдің жалпы тереңдігі, яғни барлығы неше метр екені белгісіз. Оның шешуін табуымыз керек. Енді оны табуымыз үшін біз 14-ті көбейтеміз 6-ға, сонда 84. Жауабы көлдің жалпы тереңдігі 84 метр. А есебінде оған келесі есепті құрастырып шығарамыз. Бізде барлығы 84 метр, 6-тан 1 бөлігі белгісіз метр. Шешуінде 84-ті 6-ға бөлеміз, сонда 14. Жауабы 6-тан 1 бөлігі 14 метр. Жетінші есепте осындай өрнек құрастыруымыз керек. 8-ші есепте өрнектерді амалдап есептейміз. Біріншісінде 660 бөлінген 5 қосылған 530 өрнегін шығарайық. Ең алдымен біз бөлуді орындаймыз. Бөлуді орындағанда бізде 132 мәні шығады. 132-ге 530-ті қосамыз. Жауабы 662. 9-ші есепте Арман 3 балық аулағаны белгілі. Ал Болат белгісіз, бірақ Арманнан қарағанда 2 алабұға артық аулаған. Ал Қайсар қанша балық аулағаны белгісіз. Шешуінде Болаттың қанша балық аулаған табу үшін 3-ке, яғни Арманның аулаған балығына 2, яғни 2 алабұға артық алғанын бізге айтты ғой. Сол 2-ні қосамыз. Сонда 5 балық аулаған екен болады. Сосын 3-ке біз 5-ті қосамыз. 3-ке 5-ті қосқанда 8 балық. Ол Арман мен Болаттың аулаған балықтарының қосындысының мәні. Бізде берілген есепте барлық балық онан кем болса, онда балалардың әрқайсысы неше балық аулады деген сұрақ қойылды. Сонда бізде осы балалардың аулаған балықтарының барлығы, яғни барлық аулаған балық саны бізде оннан кіші.
Ол сонда 1-ден 9-ға дейінгі аралықта балық аулаған екен онда. Барлық балық 10-нан кем болса, онда Қайсар 1 балық аулады. Жауабында Арман 3 балық, Болат 5 балық, Қайсар 1 балық аулаған. Себебі біз Арман, Болат және Қайсардың аулаған балық сандарын қосып көрейік. 3-ке қосамыз 5-ті, қосамыз 1-ді. Сонда бізде 9. 9 бізде 10-нан кіші ме? Кіші. Сонда есепті дұрыс шығардық. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.